шын айтқан кезде адамдарды жақтырмау өзіне керек емес нәрсе не? Қазір құндылық неге кетті? Бұл дүниемен өлшейтін болды құндылықта. Бұрынғыдай рухани нәрсемен емес. Дүниемен өлшейтін болғаннан мынаның маған пайдасы бар ма, жоқ па? Пайдасы жоқ болса, менің уақытым жоқ деп айтады. Мынау маған пайдалы десе, ол оған қай кезде болсын уақыт табады да. Ол қаншалықты дұрыс қатесін айту әрине әркімнің ойында шығар. Менің ойымда, мен үшін дүние емес, рухани құндылықтар биігірек. Өйткені өмірдің мәні немесе соңы сонымен өлшенеді да. Егер де менің біреуге көмегім тисе, өзім жұмысым істелмей қалса да, мен қуанам. Бүгін әйтеуір бір жұмыс бітті ғой. Менің жұмысым қойш, бүгін бітпесе ертең бітер. Бірақ мен бір адамға көмектесе алдым. Яғни мен осы өмірге келген кезде біреуге көмегім тиді ма, яғни мен өзіме ырза боламын. Яғни мен қолымнан бір нәрсе келеді деген сияқты да. Немесе мен айтамын да, Аллах тағалаға мыңдап шүкіршілік. Менің өзім шаруама үлгермесем де басқа біреудің шаруасын бітіруге мүмкіндік берген үшін деп ше. Немесе біреудің шаруасын сен арқылы бітірген, ол да маған артқан жақсылық ғой Алланың да. Сол нәрседе біз қандай тәрбие алдық? Әке шешемізден бірінші өзінің шаруасын қойып басқа біреуге көмектесу. Бұл дін тұрғысынан дұрыс, иә. Үлкен кісінің батасын алу, жолаушының жаңағы рахметін алу деген сияқты. Қазір біз бір нәрсеге қолымыз жетсе де, жақсылық келіп жатса да, мен соны ойлаймын, сол кісілердің берген батасы, сол кісілердің жасаған жақсылығы деп та. Біз осы нәрседе өскеннен кейін бұны бәрін жоғалта алмаймыз. Иә, мен Европада да тұрдым, дүниенің барлық жағына да шығамын да. Әйтеуір қанша жерден осы бір қатайып алып, өзім шаруамды бітірейінші десем де, бірақ айналып соған келем да. Неге? Өйткені оны біздің ішіміздегі бір нәрсе жібермейді. Әке шешеміздің салып тастаған тәрбиесі да. Бірақ одан білмеймін, мен осы кезге дейін бір жамандық көрген жоқпын. Діннің бәрі, христиан болсын, будда болсын барлығы, Аллахтан келгендер, ішінде бәлкім өзгешелік нәрселер бар шығар, бірақ ешқандай дін, мысалы, біз білетін 4 кітап түскен дін, ешқайсысы жамандыққа тәрбиелемейді. Сол үшінде мына адамдармен біздің бір сыйластығымыз, әсіресе діни түсінігі бар адамдармен сыйластығымыз, өйткені олар дін тұрғысында қарайды ғой, обал сауап деген нәрсені біледі да. Осы нәрседе бұлар көмектескісі келеді. Мына шетелден келген адам, бізде мүсәфір дейміз ғой, жолаушы. Жолаушыға көмектесу, ол жаңа жағдай жоққа көмектесу, ол барлық дінде бар нәрсе да. Біз осымен біздің арамыздағы бір сыйластық таныстықты осыдан ұштасады да. Мысалы білесіз, бізді күтіп алған, қазір бір жерлерге апарып жүрген адам, ол кісі тек діндар адам. Ол бір ақшасының көптігінен жүрген жоқ біздің қасымызда. Немесе бізден бір пайда күтіп жүрген кісі емес, себебі оның өзінің өмір бойы жинаған дүниесі өзіне жетеді. Немесе мемлекеттің оны беріп жатқан пенсиясы жетеді. Бірақ соның өзіне ол егер үйде отыратын болса, бәлкім оның уақыт өтпер, немесе бір жерін ауырғанын сезінер да. Сонда мен де ол кісіден сұрадым да, сіз былай жүре бересіз, таң атпай 7-де келесіз, түнде 12-де келесіз, шаршамайсыз ба дегенде ол айтты, жоқ, мен сендерге көмектесу арқылы ауырған ауруларына жазыламын деп ше. Неге? Аллах тағалада шынымен, егер де адам басқа біреуге көмектесем десе, оның дертін алады. Немесе сол үшін сауап жазу арқылы дертінен айықтырады бәлкім да. Сондықтан шын айтқанда біз Алла деген сөзімізде бар да, ісімізде жоқ. Біздің жолымыздың болмауы, аурушаң болатындығымыз, барлық осыдан істеріміздің ілгерілемеуі да. Егер де біздің Алла жалғыз сөзімізде ғана емес, біздің ісімізде болса, біз ешкімнен кем болмайтын ек та. Енді өзіңіз қараңызшы, мысалы дүние нәрсеге тірейтін болсақ, қаншама адамдардың өмірін біз көз алдымыздан өткізіп жатырмыз. Кеше ол миллионер болған, ол танымал болған, елдің бәрі соның қасында жүрген, немесе жүргісі келген. А қазір кім болды? Біреу қашқын болды, біреу сатқын болды, біреу түрмеде. Неге? Қаражатты ол қалай тапты? Оның барлығына жазасын беретін Алла. Әркім әртүрлі жағдайда жазасын алып жатыр да. Сондықтан әрине ол бізге сабақ болу керек. Біз оны міне ішіп жегеннен құлап қалды деп оны сөз қылудың қажеті жоқ. Алла біледі, ол біздің басымызға түспей ме? Аллах бізді дүниемен сынамасын да. Сондықтан егер дүниенің түбіне жеткен адам жоқ. Мысалы, мынандай бір нәрсе бар да, Аллахтың үлкен сыйы ол біздің денсаулығымыз. Microsoft'ты жасап отырған Билл Гейтс. Билл Гейтс. Соның Билл Гейтс нәрсесін білесіз ғой. Билл Гейтс дәм айырмайды екен. Дүниедегі атақты миллионерлердің біреуі.
бірақ ол өзінің жас кезінде жеген тамақтың дәмін біледі, мүмкін каша ма, нан ба, алма ма, басқа не сатып алып жейін десе де мүмкіндігі бар да, бірақ ол сатып алып жемейді екен. Неге? Өйткені оның дәмін білмейді, оны сезбейді. Дүниеде бір тамақтың дәм нәрсенің дәмін сезіну деген ол бақыт қой. Қарасаңыз, Аллах тағала оған дүниенің бақытын берді, бәлкім да, қаржының бақытын берді, бірақ сезіну бақытын алып қойды да. Осы сияқты біз біреулерге бүйтіп қараймыз, бірақ та біз ұмытпауымыз керек те, ең бай, ең жомарт ол Алла. Осы нәрсе біздің есімізден шықпаса ғана, біздің ойлаған нәрселеріміз кәсіп жүруі мүмкін да. Кореяның жоғарғы оқу орнының үздік студенттері қазақ балалары. Біз уже коррупцияның өзін сыйлық деп қана қарайтын жағдайға жетіп қалдық та. Көріп жатсыз да, бірде-бір бала мектепті мықты оқымай университетке түспейді. Университетке түспеген бірде-бір бала жұмысқа қабылданбайды. Жұмысқа бірде-бір бала қабылданбайды, оның білімі сол деңгейге жетпесе. Сол үшін де бұлар жұмыс істеген жерінде тек нәтижеге жетеді.